Сәлем достар, бірге дәмдәлем арнасына қош келдіңіз. Бүгін бірге бауыр тортын әзірлейік. Бұл торттың жасалуын ең алғаш анамнан үйрендім, тек осы рецепт бойынша ғана дайындаймын. Өте тойымды, дәмді, ерекше торт. Бір торт үшін қажет құрамды төменге жазып қоямын. Менде 1 килограмм бауыр, одан 2 торт шығады. Бірақ мен бір бөлігін торт қылдым, қалған бөлігін котлет жасадым. Себебі балаларым котлетті сүйіп жейді. Осы рецептпен котлетті дайындауға болады. Ал енді іске кірісейік. Ең алдымен бауырды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мен ұсақ көзін пайдаланамын. Одан кейін картопты, чеснок, сарымсақты және де жуаны өткізіп аламыз. Бәрін тартып болғаннан кейін осының үстіне тұзын, бұрышын дәміне қарай қосамыз. Жұмыртқаны үстіне саламыз. Сүтті құямыз. Ұнды електен өткізе отырып саламыз. Бәрін қосып болдық. Енді бір келкі масса болғанша араластырып қоямыз. Оған дейін торттың арасына салмасын дайындаймыз. Үкіштің ұсақ көзінен сәбізді өткізіп, майонез бен тұз қосып араластырып қоямыз. Ал енді бауырды пісіріп аламыз. Құймақ пісіретін табанын түбін щетканың көмегімен майлап, көп майламаймыз. 1,5-2 ожаудан бауырды құйып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Орташа отта пісіреміз. Беті кеуіп, бетінде осындай тесіктер пайда болған кезде келесі бетін аудару қажет болады. Осы кезде тарелкаға сырғытып түсіріп алып, келесі бетін аударамыз. 3-4 минуттай орташа отта ұстаймыз. Дайын болғаннан кейін тарелкаға түсіріп аламыз. Ыстықтай арасына салмасын жаға беруге болады. 2-3 қасықтан сала отырып, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Қалған бөліктерінде дәл осылай қайталай отырып пісіріп аламыз. Әр пісіргенде табаны майлаймыз. 1,5-2 ожау құйып, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Беті кебе бастаған кезде тарелкаға жайлап сырғытып түсіріп аламыз. Келесі бетін ауыстырамыз. 3-4 минут ұстап, келесі бетін пісіріп аламыз. Піскеннен кейін тарелкаға түсіріп алып, тортымызды жинаймыз. Арасына 3 қасықтан салмасын салып, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Әрбір қатарға осылай салмасын сала отырып тортты жинап шығамыз. Барлығы менде 8 қабат болып шықты. Осымен тортымыз дайын, әсемдеуі өзіміздің қалауымызша. Мен бетіне қалған салмасын жағып шығып, укроптың және болгар бұрышының көмегімен сәндеп шықтым. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі, тойымды торт. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ал қалған бөлігінен котлет дайындаймын. Табаны майлап, жарты ожаудан құйып, 2-3 минут ұстап, орташа отта 2-3 минуттан ұстаймыз. Осылай беті кебе бастаған кезде келесі бетін ауыстырамыз. 2 минуттай ұстап, ыдысқа қағаз төсеп, осылай котлеттерді саламыз. Қалған бөліктерінде дәл осылай қайталай отырып пісіріп аламыз.
Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді котлеттер. Тіпті балалардың да сүйіп жейтін котлеттері. Дәмі тіл үйіреді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналымдағы видеоларды бірінші болып көргіңіз келсе, каналға жазылуды ұмытпаймыз.